Осы 4 нәрсені өмір бойы тастамаңыз. Біріншісі шүкір ету. Бұл нығметтеріңізді арттырады. Алла Құранда егер шүкір етсеңдер, нығметтерімді арттырамын деген. Екіншісі Алланы еске алу, яғни Алланы зікір ету. Алланың сізді еске алуынан махрұм қалмас үшін. Аллах Тағала Құранда мені еске алыңдар, мен сендерді еске алам деген. Үшіншісі дұға етуді тастамаңыз, жауап берілуден махрұм қалмас үшін. Аллах Тағала айтады, менен дұға етіп сұраңдар, мен сендерге жауап берем деген. Ал төртіншісі Алладан кешірім сұрау, яғни истихфар ету. Аллах Тағала қасиетті Құранда менен кешірім сұраушыларды ешқашан азаптамаймын деп уәде еткен. Сондықтан осы 4 қағиданы, осы 4 амалды өміріңізде ешқашан тастамаңыз. Бұл сіздің дүние мен ақыретіңіздің амандығы. Егер осы видео ұнаған болса, онда комментарий қалдырып, айналаңызбен бөлісіңіз. Рамазан айында Аллаға бір табан жақындағыңыз келсе, біз сізге арнап жоба дайындадық. Көп уақытыңызды алмайды, бірақ бұл амалдармен Алланың сүйікті құлына айналуыңыз мүмкін. Рамазан амалдары YouTube арнамызда.